сапасы да осы көріп тұрғаныңыздай мен осымен түсіріп бастадым. Осымен әртүрлі видеолар салып бастадым. Әлде салып жатырмын да. Осының өзінде мен 10 мың подписчик жинадым Инстаграмда. Қазір бастағанның өзінде бір 5-6 ай шамасы болды. Соның өзінде 10 мың подписчик жинадым да. Сондай сіз де бастай аласыз, сіздің қолыңызда да келеді. Кенет менің шкафымды ашсам, күшті киімдерім жоқ, шынын айтайын. Әдемі күшті киімдерім жоқ. 5-6 киімім бар санаулы. Болды. Біреуін кие саламын, таңдап та отырмаймын да. Таңдап та отырмаймын. Кие саламын, болды, сонымен түсіре саламын. Бар затым менен да. Ойбай деп мен Инстаграмға видео салу үшін мен күшті киім сатып алмаймын да. Егер өмірім күшті болған уақытта түсірем, бәр затым күшті болып кетсе, сол уақытта түсірем деп жүре берсеңіз, уақытты өткізіп жүре бересіз. Уақытты өткізіп. Негізі Инстаграмды баяғы сол ашылғаннан бастаған адамдар азыр күшті жағдайларды жасап алды. Күшті блогер болып, реклама алып, күшті жағдайларды жасап алып, бизнестен ашып, бірақ әлі де кеш емес, енді бастау үшін әлі де кеш емес. Бастаңыз. Қолыңыздан не келеді, жасай беріңіз, істей беріңіз. Уже видео салып бастайсыз, қандай видеоларыңыз жақсы атып жатыр, соларды қайталап сала бересіз. Сөйтіп өзіңіздің жолыңызды тауып аласыз Инстаграмда. Сондықтан бастаңыз, әлі де кеш емес.